Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Мясо по-французски деген өте тез дайын болатын и өте ерекше тойымды тағам. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Сиырдың етімен жасайтын боламыз. Сиырдың етті жерін аламыз. Сиырдың етті жерін алып, өйстіп бөліп алдым, жуып алдым. Енді қазір осыларды пищевой пленканың ортасына қойып, етті жұмсартқыш балғамен өйстіп ұрғылап жұмсартып аламыз екі жағынан. Еттің барлығын өйстіп ұрғылап жұмсартып аламыз. Жұмсарған еттің үстіне тұзды саламыз. Әр слойына тұз салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып қоямыз. Тұз кішкене сіңіп, дәмі кіру үшін. Картошканы аршып жуып алдым. Картошканы ортасынан бөліп, осылай жұқа қылып турап аламыз. Картошка салынға ыңғайлы болу үшін өйстіп ортасынан бір бөліп турайтын боламыз. Картошкаға тұз салып, сұйық май салып, жақсылап араластырып 5 минутқа қоямыз, тұзы сіну үшін. Ыдысымызға сары майды жағып алдым. Тура видеодағындай картошкаларды қойып шығамыз. Картошканың үстіне майонез жағатын боламыз. Егер де тағамдарыңыз қатты майлы болмасын десеңіз, майонезбен қаймақты араластырып салсаңыздар болады. Егер де майлы қаласаңыздар, майонезін көбірек салсаңыздар болады. Мен аз-маз ғана майонез жағатын боламын. Көп емес, аздан ғана жағып шығатын боламын. Сол кезде қатты майлы болмайды тағамым. Осы майонездің үстіне еттерді қойып шығамын. Еттің үстіне майонез жағамызда тағы да бір слой картошка, ет қойып, тағы да бетіне майонезді жағып, қызып тұрған пешке 220 градуста 1 сағат пісіретін боламыз. 1 сағаттың ішінде картошканың да еттің де су шығатын болады. Егер де суларыңыз жақсы тартылмаған болса, суды төгіп тастасаңыздар болады. Егер де сумен ұнаса сіздерге, суын төкпесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызбен суын қалдырсаңыздар да болады, төгіп тастасаңыздар да болады.
Картошка мен етті 1 саат пісіріп алдым. Егінің суы тартылдым. Бетіне теркадан өткізіп сырды салып қойдым. Енді қызып тұрған пеште бір 10-15 минут сыр ерігенше салып алатын боламын. Қайтадан духовкаға. Сырым 10 минутта ерідім. Өте ерекше дәмді тағамдардың бірі, ыстық тағамдардың өте тез дайын болатын, өте тез дайындалатын тағамдардың бірі. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркелмесеңіздер, тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, лайк қойып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима.